Сәлем достар, бүгінгі біздің тақырыбымыз 1916 жылы шілде айында бас көтерген ұлт-азаттық көтерілісі туралы болмақ. Бұл көтерілістердің басты себептері ретінде біз 1916 жылдың маусым айының 25 жұлдызында жарияланған патшаның 16 мен 40 жас аралығындағы ер азаматтардың барлығының жұмысқа жегілуі керек деген жарлығын себеп ретінде ала аламыз. Налог төленсін, жерді тартып алыңдар, барлығын бір-біріне қарсы қойыңдар және барлығын орыстандырыңдар. Әрине, бұндай шешім қазақтардың ешқайсысына ұнамады. Негізі қазақтың жігіттерінде бар ғой, намыс бар, конкретно. Иманов, Бокин, Жангелдин бастаған көптеген орталықтар пайда болды. Олар Торғай және Жетісу аймақтарында кеңінен таралды. Осы жылдың жаз айында қолдарына қару ала шыққан көптеген стихиялық көтерілістер қазақ жерінде орын ала бастады. Бірақ та бұл жерде патшаның жарлығын қолдағандар да, қолдамағандар да болды. Қолдағандардың арасында байлар мен шенеуніктер болды, ал біздің қазақ интеллигенциясының арасынан Жүнісов пен Бокин секілді адамдар ол жарлықты орындаудан бас тартты. Ал біздің қазақ газеті төңірегіндегі ұлт зиялыларымыз, мысалы айтқанда Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатовтар қазақ халқынан тыныштық сақтауын және де сабырлық сақтауын сұраған болатын. Давайте өзіміз тыныштық сақтап жүре берейік. Көтерілістің ірі орындары Ақтөбе облысы, Бөкей ордасы, Жетісу және де Торғай болды. Көтерілісте жеңіліп қалудың ең үлкен себебі ол ұйымдастырушылықтың болмауы болды. Бұл көтерілістің тарихи маңызы ретінде біз таптық құлдық санадан өтуі және де қазақтың бірге болу керек екендігін түсінуін жатқыза аламыз. Осымен бізге тақырып аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген сенімдеміз.